Барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен бірге дәл осындай бисквит дайындаймыз. Жұмыртқамызды 3-4 минутқа миксерлейтін боламыз. Дәл осылай көтеріле бастаған кезінде қантымызды қосамыз. Ұнымызға разрыхителімізді қосып, илектен өткізе отырып араластырамыз. Дәл осы видеодағыдай бір жақ қатарына араластырамыз. Массамыз басылып кетпеуі қажет. Су майымызды қосамыз. Қайнап тұрған ыстық суымызды қосып, араластырып аламыз. Формамызға пергамент қағазын төсейміз. Форманың размері 22 см. Қызып тұрған пешімізде 170 градуста 30-35 минутта пісіріп аламыз. Бисквитімізді суытып алып, формамыздан шығарамыз. Бисквитімізді пищевой пленкамен орап, холодильникке бір күнге қойып қоямыз. Ең жоғарғы бөлігін пышақпен кесіп алып тастаймыз. Үш бөлікке бөліп кесіп аламын. Өте дәмді, жұмсақ болып шығады, жасап көріңіздер. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Видео сіздерге ұнаған болса, каналыма тіркеліп қойыңыздар.